Құрметті ұжымда Сүт Хаус компаниясына қош келдіңіз. Жалпы мен сізге қазір 1С бойынша толықтай түсіндіріп өтетін боламын. Яғни бір таныстырып өтетін боламын. Яғни бұл 1С платформасына әрқайсысы өзінің жеке логинмен, паролімен кіретін болады. Мысалға қараңыз, мына жерде Ахат мырза, ол менеджер, Дәулет завсклад, Жеңіс менеджер, Қуаныш директор деген сияқты. Мен есімім Нұркелді болады. Мен осы Сүт Хаус компаниясында зам директор боламын. Яғни әрқайсымыздың өзіміздің жеке паролімізбен кіретін боламыз. Және де осы 1С бойынша сіздерге қазір қысқаша ғана түсіндіріп өтетін боламын. Яғни бұл платформада біз не жасаймыз жалпы? Бұл платформада біз жаңағыдай клиенттерден заказды қабылдап, осы жерге заказдарын ұрып отыратын боламыз. Және де оны завсклад өзі жаңағыдай складында шығарып, накладнойын шығарып, упаковщик жігіттерге, ораушы жігіттерге упаковка жасататын болады. Жалпы бұл жерде біздің келген заказдарымыз жазылып тұрады, бізге келген товарлар да жазылып тұрады. Жалпы номенклатура барлығы осы 1С платформасында. Яғни клиентпен жұмыс жасау есебіміз осы 1С платформасында болады. Қараңыздар, мына продажидің ішінде заказ покупателей, бұл біздегі клиенттеріміздің түскен заявкілері. Мына қараңыз, әрқайсының өзінің уақытысымен түседі. Біріншіден қараңыздар, жаңа түскен заявка осылай түседі. Мына екі дөңгелекте пустой тұрады. Жаңағыдай бұл жерде егерде оның ақшасы төленетін болса, мына дөңгелек осылай жасыл болып жанады. Ал тапсырыс жолға шығып кеткен болатын болса, дөңгелек, яғни расход берілетін болса, дөңгелек осылайынан қою жасыл болады. Енді бұл жердегі қарасаңыздар, мына қай уақытта түсетіні, және де қаншасыншы номер, 84-37 статус в ожидании, яғни бұл товарын заранее беріп қойған, күтіп жатыр деген сөз. Есімі Жүнісбекова Эльмира, оплатасы 145 мың, оплата жасалмаған, 25 күні жіберу керек деген сияқты. Операциясы заказ на продажа. Ответственный кім? Яғни бұл кісінің менеджері Жеңіс Мүсәлі, автор Жеңіс. Міне, осылайынан бізде бұл жерде тек қана тапсырыстар. Одан кейінгі сіздерге көрсететінім, қараңыздар, номенклатура. Номенклатура дегеніміз бұл біздегі осы Сүт Хаус компаниясындағы бүкіл позициялар. Қараңыздар, бірінші 1500 теңгелік құрттар, біздегі қарапайым құрттар. Әрқайсыларының осындай номерациялары болады, чтобы складта жаңағыдай әрқайсының өз орындарымен тұру үшін. Складтағы әрқайсының өз орындары бойынша осы жерге номерациялар қойылған негізі. Қараңыздар, сықпа үлкен, мысалы жаңғақ орташа. Свободно бізде складта 663-те 750 килограмм бар. Оның жаңағыдай 60 килограммы, яғни резервке, бір клиентке резерв жасап қойған. Килограмммен өлшенеді, яғни мына жақта бағасы жазылып тұрады. Дәл сол сияқты, мысалға біздегі копченый құрттар, мамырлы құрттар, пулька қырғызстандық құрттар, ауылым құрттары 3200 теңгелік. Және де ірімшік дегенде бізде қаймақ май, көбі май, топленый, попкорн, Рафаэлла деген сияқты қосымша заттардың барлығы осы ірімшік деген группада тұрады. Яғни бұл жерде категориямен де бөліп қоюға болады бұл номенклатураны, және де группамен. Енді ең ыңғайлысы бізге группамен бөлген ыңғайлырақ болады. Енді қосымша бұл жерде услуги, бұл біздегі растаможка деген заттарды ұруларымыз үшін керек болады. Покупателей, бұл штрих-код шығару үшін керек болады. Вакуум, бізде вакуум құрттарды вакуумдайтын кезде бұл номенклатуралар біз қолданамыз жалпы. Одан кейінгі сіздерге тағы да бір таныстыра кететін, мысалға расходный накладной, бізде заказдарды, заказ покупательдерді жалпы мыналарға әлі расход берілмеген. Расход берілген мысалға осы кісілерге, яғни товарлары кетті деген сөз. Бұны міндет түрде жаңағыдай завсклад біздің қойма басшысы жасап отырады, басқа ешкім жасамайды оны. Одан кейін план продаж, корректировка долга, жалпы аналитика, отчет
көп отчеттарды осы жерден көре аламыз біз. Закупки, заказ поставщикам. Закупки деген, яғни біз товар сатып алатын болсақ, мына осында толтыратын боламыз. Бірінші заказы жазамыз, одан кейін оны келген болса, оған приход жасаймыз, оған оплата жасайтын болсақ, оны ақша оплата жасаймыз. Оның барлығын мен сіздерге детально алдағы уақытта түсіндіретін боламын. Жалпы 1С бойынша жалпы қалай жұмыс жасалынады, мен сіздерге сол туралы қысқаша жаңағыдай беріп кетіп жатырмын. Енді склад бұл біздегі қойма басшысына қажетті керекті заттар. Бұл жерде перемещение, инвентаризация, пересортица деген сияқты қойма басшысының қолданатын заттары негізі. Одан кейінгі деньги, банк и касса. Жалпы бізде 1С'те банк и касса болып ақша екіге бөлінеді. Банк деген жалпы бізге түскен оплаталар, Каспий Pay, Каспий Gold деген сияқты, Халық банк деген сияқты счеттарға түсетін оплаталар, ал касса дегеніміз олар наличка берілетін оплаталар. Яғни осы банк и касса арқылы көре аламыз, поступление на счеттарды көре аламыз, кассадан поступление в кассу көре аламыз. Яғни осының ішіне біз новый банк создать ететін болсақ та, осының ішінде біз жасай аламыз. Ал енді персоналдардың ішінде бізде в основном сотрудниктердің ішінде осы жақтан егерде новыйда сотрудниктер келетін болса, осы жерге жаңағыдай добавить ететін боламыз, уволить ететін болсақ, осы жерде уволить етіледі деген сияқты да. Яғни мынау сотрудникмен төбемде галочка тұр. Одан кейінгі компания, банковский, реквизит, сотрудники, осы жерде де көп қосымша заттар бар. Одан кейінгі настройки. Жалпы осы сол жақ бетте біздің ашып кірген заттарымыздың барлығы мына осы жерде жаңағыдай сақталып тұра береді. Оларды бірден осылай тазалап қоя береміз. Жалпы 1С бойынша осылай кіріледі. Біздің не нәрсе жасағанымыздың барлығы мына жақта бізде историяда тұрады. Одан кейін керекті заттарымызға, мысалға біз заказ покупательмен көп қолданамыз, расходпен, мысалға номенклатурамен көп қолданамыз. Қасына осылайнан звездочка қойып қоятын болсақ, міне мынау бізде заметки избранные, яғни избранныйға осы керекті заттарымыз осы жерде жиналып тұрады. Бұл жерде негізі көп заттармен біз қолданбаймыз. Керекті нақты заттарымызды тек осы жерде сақтап аламыз да, осы жерменен ыңғайлы болу үшін, іздеп қалмас үшін осы жерден ақ кіріп жұмыстарымызды алдағы уақытта жасай беретін боламыз.